Жанар Төкен қызы, босқа қарсыласып әуре боласыз. Сіз сүйікті жұмысыңызға бәрінен ерте келіп, топтың тазалығына қатты мән беретін, балаларды құшақ жайып сағынышпен қарсы алатын елеулі тәрбиешісіз. Бөбекжайда сізді барлық тәрбиеленушілер жақсы көреді. Себебі сіз олармен уақытты өте көңілді өткізетініңіз соншалықты, балалар кешке үйлеріне қайтқысы келмей жылайды екен. Бөбекжайдағы іс-әрекеттеріңізбен түрлі шараларды ойын арқылы жеткізе отырып, баланың қиялын дамытуға жұмыс жасап келе жатқаныңызға 10 жыл уақыт өтіпті. Осы жылдар ішінде 3 түлек ұшырдыңыз. Сол ұшып шыққан түлектердің бірінің пікірін тыңдасақ. Жазу үйреткен, әріптерді оқытқан, санамақты жаттатқан, санауды бізге үйреткен, жақсы болса қуанған, қате болса кешірген Жанар Төкен қызға мың алғыс. Бала, ата-ана, бөбекжай үштігі арасындағы байланысты тығыз орната отырып, аудандық, облыстық байқаулардың жеңімпазы болып отырсыз. Сәлеметсіздер ме? Мен Көжектер тобындағы Жанболат Хантөренің мамасымын. Балам тамыз айынан бастап Жанар Төкен қызының тобына барып жүр. Балам күнделікті таңертең қуана асыға барады. Хантөремнің алдындағы Айша бибім де Жанар Төкен қызының тобынан бітіріп шыққан. Аллаға шүкір, қазір қызымның тәрбиесі де, сабақ үлгерімі де өте тамаша. Жанар Төкен қызы өте білікті, білімді, өз ісіне адал, балажанды, сыпайы деп білемін. Біздің Жанар Төкен қызына айтар алғысымыз шексіз. Үздік тәрбиеші байқауына баруға әбден лайықсыз.